Сәлем достар, бүгін біз сіздермен past simple'ды өтетін боламыз. Past simple, ол не деген сұрақ келеді. Бұл ағылшын тіліндегі шақ. Past simple бізде өткен шақты білдіреді. Яғни біз өткен шақтағы істеген ісімізді осы шақта айтқан кезде біз осы past simple'ды қолданады екенбіз. Ал, let's go start that lesson. What is it past simple? Past simple дегеніміз, яғни жай өткен шақ деген мағынаны білдіреді. Жай өткен шақта біз қолданамыз ең бастысы subject, I, he, she, it, және де we, you, they. Яғни I, he, she ол бізде жекеше түрде қолданады екенбіз. Itті жекеше түрде, we біз көпше, you жекешеге қолданамыз, сен или сендер деп те you сол кезде де көпше түрде қолдануға болады. Және де they олар. Біз осы subjectті қолданады екенбіз. Ең басты жаңағы ережесі бізде яғни wrote, written деп жазуымыз керек. Яғни біз I do this homework. Егер де ол irregular verb болса, біз wanted или болмаса, егер ол яғни irregular verb болса, go, went, gone деп біз жаттауымыз керек. Ол бізге грамматикада керек нәрсе, яғни irregular verbті жаттауымыз керек. И потом біз әшейінде айтқан кезде, мысалға, қалай айтсам болады. Wanted деген кезде біз жай ғана ed жалғай саламыз. Бізде ол regular verb деп аталады. Яғни сіз жай ғана ed ғана жалғай саласыз. Яғни сіз irregular verbті жаттайсыз. И жаңағы write, wrote, wroten деп сөйтіп жаттайсыз. Go, went, gone деп. И regular verbті өзіңіз былай көзбен қарап шығасыз. И оған ed жалғайсыз. Бізде болымды түрі осылай жасалады. Яғни болымды түрі осылай жасалады. Және де did. Біз сұраулы түрінде didті қолданамыз. Біз present simple'да do'ды қолдандық қой. Ал біз past simple'да didті қолданамыз. Сұраулы түрінде. Яғни did. Did he write an article? Яғни did he write an article? Яғни did арқылы біз сұраулы сөйлем жасайды екенбіз. Мына жерде write деген бізде verb 1 болады. Сұраулы түрінде бізде verb 1-ды қолданамыз. Және де өткен бұл сұраулы. Өзгермей тұра береді. Did she write an article? Сонда бізде did арқылы сұраулы түр жасалады екен. Және де болымсыз түрі. I didn't write an article. Яғни did және де not. Didn't. Did пен not'ты мынау қысқартылған түрі, мынау қысқартылмаған түрі. Did not. Яғни мына did'ті әкелеміз, неға қоямызда, и not деген бізде отрицаниямыз бар, болымсыз түрі. Сол not'ты әкеп жалғап қоямыз. I did not write an article. Деп естіп, яғни жасалады екен. Бұлардың аудармасы былай болады. I wrote an article. Мен артикл жаздым. Яғни мен артикл жазып қойғанмын, мен артикл жаздым деп. Мен артикл жазып қойғанмын деп мен өткен шақта айтып отырмын. Сен артикл жаздың ба деп мен сұрап отырмын. Яғни өткен шақта ол жазу керек. 2 сағат бұрын жазған шығар. Сол өткен шақта. Сосын мына жерде кеше болған іс-әрекетті айтқан кезде past simple'ды қолданамыз. Или қанша 2 апта бұрын
болған нәрсені айтқан кезде past simple'ды қолданады екенбіз. Азанда болған нәрсені, яғни мысалы қазір түс болып жатса, азанда істеген нәрсемізді айтатын болсақ, past simple'ды қолданады екенбіз. Мына жерде болымсыз түрде I did not write article. Мен артикл жазған жоқпын деп өстіп қолданады екенбіз. I hope this lesson helpful to you. Осы сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Өздеріңіздің достарыңызға тарата жүріңіздер. So, bye bye.